Дәл қазір біздің студиямыздың қонағы медицина ғылымдарының профессор Шайзында Жанаділов мырза. Қазір біз сізден сұрайын дегеніміз әрине жастық формуласы. Қалай өз-өзімізді сақтауымыз керек, қалай өз-өзімізді ұстауымыз керек, жас болып көріну үшін сіз сияқты мысалы. Қазақ айтады, тумаққа жерде өлмек бар дейді. Өлмейтін адам болмайды, бірақ қанша өмір сүру керек. Мынау ғылыми деректер. Дүние жүзіндегі Гиннес кітабына ілінген адамдардың мәлімет бойынша ең үлкені 122-ге келген. Әйел. Екінші еркек ең ұзақ жасаған 116 жаста. Ал енді бүгінгі таңда ең ұзақ жасап отырған адам 115 жаста. Оның бәрі ғылыми дәлелденген нәрсе. Енді жай өзіміздің Қазақстанға келейік. Қожа Ахмет Яссауи атамыз 125 жыл жасаған. Өздеріңіз жақсы таныс Бұхар Жырау атамыз 113 жыл жасаған. Жамбыл Жабаев 100 жыл жасаған. Қаздауыз Қазыбек би 97-ге келіп қайтыс болған. Төле би 93-те қайтыс болған. Ақтанбері Жырау 93-те қайтыс болған. Қанжығалы Қарт Бөгенбай 93-те қайтыс болған. Абылай хан 80-де қайтыс болған. Енді осы жерде жасқа қатысты ер азаматтарымыздың тізімін жаңағы айтып жатырсыз ғой. Мысалы қазір жаңа біз ер азаматтарымыз жаңағы статистика бойынша аз деймізді, ал дәрігерлер айтып жатады. Ол негізі 25-тен кейін ер азаматтар жаңа ішкілікке салынады, немесе көлік апатынан қайтыс болады, немесе ер адамдар негізі мына қазіргі өмірде әртүрлі бір депрессия бар, жан күйзелісі дейміз ғой, сондайға шыдамай қалады дейді ер адамдар. Оның себебі мынайды, мысалы 100 қыз балаға туған кезде 112 ұл бала туады. Туады, иә, дұрыс. Туады, туған кезде. Ал бірақ адамның бойында еркек жыныс гормоны тестостерон деген. Тестостерон. Ол адамды агрессияға бастайды. Сондықтан еркектер төбелескіш келеді. Сол себептен де мынау ұлдар жетіле бастаған кезде, яғни 7-9-дан бастап, олар көп төбелесеттен көп апатқа ұшырайды. Мысалы үшін әрбір 10 ұлдың біреуінің аяғы сынған немесе басы сынған. Ол міндетті түрде. Ал одан кейін екінші мәселе, жалпы табиғаттың заңы бойынша әйел еркекке қарағанда 4-5-6 жас ұзақ өмір сүреді. Оның себебі әйелдің организміне әсер ететін табиғи нәрсе етеккір. Сонда стресс болғаннан кейін әйел әрқайсы соған үйренеді. Ал еркекте ондай механизм жоқ, сондықтан еркек бірінші қатты жағдайға сұраған кезде қисая салады. Өйткені оның организмі оған бейім бермеген. Енді жаңағы бір ана күрделі ота жасағанда, жаңа операция жасағанда, мен бір жаңағы жағдайда естідім, айтады, мысалы, дәл осындай жағдай әйел адамда болса, әйел адам тірі қалар еді деген жағдайда да естідім. Сондықтан да, мысалы үшін шала туған қыздар, шала туған ұлдарға қарағанда әлдеқайда өміршең келеді. Өйткені әйелдің өз тектік қасиетіне сәйкес, табиғатына сәйкес. Қыздың 40 жаны бар деген тегін айтылмаған, иә? Сондықтан ол тектік нәрсе. Енді мынау тектік нәрсені біз генетика дейміз. Геннің қазақшасы тек. Мысалы үшін үйде тұрғызу үшін не керек? Фундамент керек қой. Іргетасы. Сондықтан әр адамның іргетасы тектік болады. Сондықтан бірінші адамның өміршеңдігі оның ата-бабадан келе жатқан тегіне байланысты. Енді осы жерде, мысалы, менің жаңағы мамам жағынан, немесе әкем жағынан, мысалы, толық адамдар болса, мен де толық болып кетем ба сонда Ол міндетті түрде біз тек қана сол кісілерден туып қоймаймыз. Біздің барлық қасиетіміз сол кісілерге ұқсайтын болады. Өйткені ол тектік жазылған нәрсе. Ол ақпарат, оны ешкім ешқайда алып қоя алмайды, ол табиғаттың заңы. Одан біз ешқайда қашып құтыла алмаймыз. Бірақ енді сіз жаңа айтып отырсыз ғой, текке байланысты. Мысалы, менің анам толық кісі болса, мен мысалы ойбай толық болады екем деп өмірден түңіліп емес, дәрігерлер айтып жатады, сен өз-өзіңе қарасаң, дене бітіміңді әдемі ұстауыңа болады деп жатады. Сондықтан қазақ айтады, барымен базар дейді. Барымен біз сұрап алған жоқпыз оның бәрін. Біз табиғат, сондықтан ол табиғатымен соны келісіміз керек. Бірақ енді қазақ айтқандай ақ, біреу той секіріп, біреу тоң секіріп, қазір халықтың қалтасы жақсарғаннан кейін Азияның халықтары көзін үлкейткісі келеді, европалықтар көзін кішіреткісі келеді. Адамның тән саулығы негізінен келесі 5 нәрсеге байланысты. Бірінші ас. Сондықтан қазақ айтады, ас адамның арқауы дейді. Екінші қозғалу. Үнемі қозғалу керек. Сондықтан бала анасының жатырында пайда болғаннан бастап 18-ші аптадан бастап 18 жасқа дейін ол қозғалу керек. Адам күніне ең жақсы, жүрегі жақсы жұмыс істеу үшін 15 шақырым жаяу жүру керек. Мысалы үшін 1900 жылы адам 96% қызметті қарақшпен істеген. Ал қазір ол 1% болды. Сондан 100 жылдың ішінде 96 есе қозғалу азайғаннан кейін біз гиподинамия дейміз, жүрек ауруы бірінші орынға шықты. Енді осы жерде таңғы жаттығуға көп нәрсе байланысты ма? Мысалы, таңертең ұйқыдан тұра салып, кофе іше салып жұмысқа жүгіре салатын адамдар бар. Таңғы жаттығуға бір 7-8 минут бөлмейді де. Таң шапағатымен береке кіреді. Сондықтан да мына үнді Қытай медицинасының барлық ұзақ өмір сүретін адамдардың бәрі таң кезінде таң шапағатына соны қабылдау үшін арнаулы жаттығулар жасайды. Үшінші,
нәрсе білім. Мынау бүкіл дүниежүзілік Біріккен ұлттар ұйымы жыл сайын баяндама шығарады. Мынау 11-ші жылы шығарған баяндамасы, мынау 13-ші жылғы батармасы. Адам дамуы деген бағдарлама. Өйткені 1990 жылдан бастап Біріккен ұлттар ұйымы қорытындыға келді. Адамзат үшін ең басты байлық адам. Сондықтан олар осы бағдарламаны жыл сайын шығарады. 11-ші жылғы есеп бойынша Қазақстанның орта табысы 1.600.000 теңге болды адам басына. Сөйтіп біз одан 115-ші орында тұрмыз. Ал енді ең соңғы орында тұратын Конгода жыл сайын табыс $280, 42.000 теңге болды. Табыс тек қана жаңағы тағам сатып алу үшін емес, бір жаңа адам моральдық тұрғыда тыныштық тұрады. Барлық жағынан ғой енді. Өйткені ол негізгі тірлік болып қалды. 5-ші тазалық. Рухани тазалық, рухани тазалық, дене тазалығы, жалпы тазалық. Мысалы бізде бар Роза Әлқожа, Қарақат Әбілдина, Алтынай Жорабаева, мысалы 4 баланы, жаңағы 4-5 баланы дүниеге әкеліп отыр. Қазір мен салыстырсам, терілері маған қарағанда да бір әп-әдемі жылтырап тұр. Әйелдің жастығы туған баланың санына байланысты. Туа беру керек болса да. Өйткені бала көтерген кезде әйелдің бойындағы гормондардың мөлшері өседі. Сөйтіп адамды жасартады. Расында жасартады. Сол себептен, ал енді ол басқа жаңағы уайым қайғымен ол басқа әңгіме болады. Ал енді жаңағыдай отау жасап, мысалға лифтинг деген шыққан, беттің терісіне жіп өткізеді, сым. Сонымен сыммен тартып қояды. Тартып қояды. Біздің дерматолог, косметолог дәрігерлердің көбі бизнес, оларда тұрған жоқ. Менен кейін барлығы топан су болса да, мен өзім ақша дүние тапсам деп, өздерінің табысының нәтижесінде жұрттың бәрі сөйтіп қойнайды. Ал қазір біздің тағамыздың өзі құнарсыз ғой, шындап бергенде. Бәрі әйтеуір бояудан битіп жасалынатын нәрсе. Біз оның жартысын алып тастайтын болсақ, не бар да ағзамызға біздің? Біздің денеміз топырақтан тұрады. Біздің бойымызда Менделеев таблицасындағы 109 элементтің 80-і бар. 80-і бар. Мысалы үшін көйлек тозса не істейді? Жыртылады. Сол сияқты біздің жаңағы заттар тозса, организм жыртылатын ауруға көп ұшырайды. Жара пайда болады, ойық жара, асқазанның жарасы, ұлтабардың жарасы болады, ауызда ойық жара пайда болады. Енді оны тозбау үшін сол 80 жатты уақытылы ауыстырып тұруымыз керек. Ең аз дегенде 3 жылда бір рет ауыстыруымыз керек. Мысалы үшін иод тәулік сайын ауысып тұру керек. Сондықтан иодтың бір ерекшелігі ол адамның дене дамуына да, ақылына да әсер етеді. Біздің Қазақстанда 3-тен 1 аймағымызда иод жетіспейді. Сондықтан да бізде көбіне жаңағыдай жемсаулық ауру жоп көбінен тараған. Енді осы жерде мен дәрігердің сөзін айта кетейін. Маған айтқаны жаңа менде гемоглобин, қанның жаңағы азаюы. Сонда маған айтты, сен таңертең міндетті түрде, мысалы, бір жұмыртқаны қайнатып, күнделікті таңертең бір жұмыртқа сенің ас мәзірінде болсын деді. Сол рас па, мысалы, бәріне бірдей сөйтіп айтылады ма, бір қайнатылған жұмыртқа? Енді қарайық. Неге бізде Қазақстанда анемия, яғни қанның азаюы дамыған? Себебі бізде топырақтың құрамында темір аз. Сондықтан судың құрамында темір аз болғаннан кейін, оның негізгі құрамы темір құрайды. Енді бұрынғы дәрі жоқ кезде, оған шикі бауыр жейтін. Шикі бауырда, онан кейін жаңғақтың көгінде, және қоңыр заттарда темір көп болады. Ал енді қазіргі кезде дәрі көп. Қиналып, диета сақтап басқа еш нәрсе жоқ. Сондықтан да, егер де көп жетіспей бара жатса, ол қазақтың әйелдері үшін ең басты жауы болып тұр. Сондықтан да біздің үкіметіміз арнаулы қаулы қабылдады. $130 миллион бөліп, арнаулы технология диірмендер сатып алды. Сол диірменде жасаған оның құрамына темір енгізеді. Ал енді иод жетіспегеннен кейін, барлық тұздың құрамында иод болады. Табиғи тұз қара тікен түседі қазақ. Қара тікен. Оған иод қосқан жол ағарады. Соның ақ тұздың бәріне иод қосылған. Бірақ егерде жылу 60 градустан асса, иод ұшып кетеді. Сондықтан да тамақ тұздаған кезде піскен тамақты тұздау керек. Ал біз жаңағы қайнатамыз, сол кезде иодтың бәрі ұшып кетеді. Одан кейін қазір ол неде көп? Теңіз балдырында көп. Жапондықтардың, қытайлықтардың көп өмір сүретіні, олар теңіз тамақтарын жейді, оның құрамында иод көп. Соның есебінен жаңа дене дамуы жақсы болады. Енді әңгімеңіз өте қызықты. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер және осы айтылған пайдалы кеңестердің барлығын сіздер ескеріңіздер. Рахмет сізге көп. Бұзақы көрсең маған айт, бірге қашамыз. Бұл енді әзілі ғой, ал енді қашуға шаман келмей қалса не істеу керек? Балдай тәтті бал қаймақ қалай әзірленеді? Бірер минуттардан соң көре аласыздар. Әр ауыл
ол да бір тентек болады. Бірақ соңғы кездері қоғамның тыныштығын бұзуға құмар апашелер қатары артты. Апашелер дейтін себебіміз күші тасып жұртқа маза бермейтіндерді француздар осылай атаған. Ал 1905 жылдары ондайларға Петерборда башибузук деп айдар таққан. Башибузуктардың киім стилі де ерекше болыпты. Мәселен, басында кекілін шығарып, басын қырап деген фуражкасы, үстінде фуфайкасы, бұтында қызыл шалбары бар, қойын қонышына фин пышағын жасырған жігіттің қарасы көрінгенде талайлардың жон арқасынан тер саулайтынды. Бірақ олар бүгінгідей қаныпезер болмаған сияқты. Әлгі «Барышня и хулиган» деген фильм естеріңізде ғой. Сонда башибузук бір көлек шемішке тартып алумен шектеледі. Ал қазіргі бұзақылар тапа-тал түсте шабуыл жасап, басыңызды жарып, көзіңізді шығарып, тіпті өлтіріп, мәйітті өртеп жіберуден тайынбайды. Сонымен, түн көшеде жалғыз келе жатырсыз, кенет бір бұрыштан бір тентек атып шықты. Қайтпек керек. Ерлан Келімбетовтен мастер-класс. Арнайы. Дәл қазір. Сонымен, сіз жаттықтырушысыз. Қоян қолтық ұрысын негізінен әскерде жүрген жігіттердің бәріне үйретеді, Әскерде, әскерде болғандар, олар бәрін біледі. Әскерде жүргендер, күштік құрылымдар, бәрі қолданады. Олар білуі тиіс. Білуі тиіс. Ал әскерге бармағандар болды бізде. Енді сол жігіттерге сіз мысалы ең қарапайым бір көргеннен ұғып алатын қандай жаттығуды көрсетесіз? Енді қорғану тәсілін. Төбелес неден басталады? Сәл ерекістен басталады. Жаға жуысу, мойын алысудан басталады. Соның ең қарапайым түрі жағадан ұстады. Негізі ер адамдар көбінесе жағадан ұстайды, жағадан ұстайды енді. Қыздар шаштардан. Біреу оң қолдан ұстап, біреу енді оңқай солақай ыңғайына қарай ұрады. Біреу оң қолмен, сол қолмен ұстап, оң қолмен ұрады. Керісінше сол қолмен ұстап, оң қолмен ұрады деген сияқты. Енді мүмкіндік болғанша көшеде ұстатпаған дұрыс негізі. Жақында. Бір адам, бір қарсылас, екі қарсылас негізі ұстатпаған дұрыс. Ұсталып қалған жағдайда өзімізге ыңғайлы мынау қырымызбен тұрамыз. Бұл спортшы емес, кәдімгі қарапайым адамдарға үйреніп алуға. Мынау билегенде иықты бүйтіп соғады бұл. Бұл қара жорға билеу деген сияқты бәріңіз білеміз ғой қазір. Қолды аламыз мына білезіктің тұсынан. Білезіктің тұсынан аламыз да иықпен қағып, бұл ұстаудан босанамыз. Екінші, бұл бір, иықпен соқтық бір, қолымыз, сол қолымыз үстінде қала береді, оң қолымыз білезікте ұстайды. Бұлай бүгенбіз қолым. Қыздар әдетте бұлай ұстайды сумканы, енді бүйтіп келе жатсаң, сумкаңа жармасып, мысалы, көшеде тартып алуға әрекеттенеді. Не бір сотқар балалар бар ғой, енді көбінесе ол үлкен адамдар болмауы мүмкін, жас балалар болуы мүмкін, мысалы да. Сондай уақытта қалай қорғану керек? Негізінде физиканың заңы бар ғой. Адам, мысалы, адамды бері тартсаң, ол ары кетеді. Ары итерсең, ол бері қарай жүреді. Оңға барсаң солға, солға барсаң оңға деген сияқты. Енді меніңше ол сіздің бір жеріңіз ауыртып қойыңыз, мен оқушыма беретіңіз сумкаңызды. Енді елестетейік, бұл мысалы көшеде келе жатқан қыз сумкасымен. Енді көбінесе арт жақтан тартады ғой, арт жақтан былай тартқан кезде мынау қолыңызбен қарсыласудың орнында сол қолыңызбен соққы жасай салсаңыз жеңілдеу болады деп ойлаймын. Сумканы тартқан кезде осы қолмен өзін күтіп алса да болады ғой. Бізде мысалы жаңағы, ал егер мысалы көбінесе қыздар енді бізде паника басталады, ең бірінші. Біз ойлайтын қабілет ол кезде мүлдем жоқ қой. Мысалы тартыңызшы сумканы. Мысалы тартып жатса біз керінше. Соны айтып тұрмын ғой. Осы қолыңызбен былай сала салыңыз бетінен. Қыз балалар көбінесе енді бәрібір қайткенде де ер адамнан біз әлсізбіз. Ол тіпті бүйтіп апарық болып жіптіктей бір кішкентай бала болса да бәрібір ер адам, ол ер адам, Мысалы қыз бала оны жаңағы қалай мысалы біз жеңе аламыз ба ер адамды? Соны айтыңызшы бізге. Сотқарды ма? Енді жаттығу жасап жүрген қыз бала болса, ол жеңе алады деп айта аламыз. Енді әйел адам мықты болып келеді ғой. Қыздың қырық жаны бар, ол бір амалын табады деп ойлаймыз. Ең басы енді біздің жаңа көрермендерімізге қандай кеңес бересіз? Қорықпау керек. Сосын көрермендерге кеңес, негізі ондай жерлерге көп бармау керек. Қараңғы болса, үйде отыру керек, мүмкіндік болғанша. Егер ондай, Құдай сақтасын, ондай жағдай бола қалған жағдайда ешқашан саспаңыздар, өз-өздеріңізді қолда ұстаңыздар. Спорт залдар бар, қазір не бар? Еліміз Құдайға шүкір тыныш,
спорт залдары ашық, жаттығу залдары, небір спорт бөлімдері бар, соларға барып қатысыңыздар. Сондай кеңес беремін. Енді өз-өзімізді ең басты қорғай білейік. Қорғай білу, иә. Рахмет сізге, әңгімеңізге. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 257 бабына сәйкес атыс қаруын, газ қаруын, пышақты, кастеттерді және өзге де суық қаруды денсаулыққа зиян келтіру үшін немесе басқа да ниетпен қолданса, бұзақының 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығы шектеледі, не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айырылады. Естеріңізде жүрсін. Бүгін біздің ас үйімізде ерекше дәмді және біздің ұлттық тағамымыз әзірленеді. Осы уақытқа дейін Нұрхан апамыз өзінің келіндеріне үйретсе, енді бүкіл елдің келіндеріне мастер-класс өткізеді. Солай ма? Мынау балқаймақ деген біздің ұлттық тағамымыз. Оны бірі білсе, бірі біле бермейді. Бұл балқаймақты мен өзім анамнан үйрендім. Тура өздеріңдей жас кезімде ол кісінің маған үйреткені. Ол кезде сиырдың сүтінен, жаңағы ешкінің сүтінен дайындаушы едік. Түйенің сүтінен кемдегем, өте пысық кісілер дайындайтын еді. Апа, бізге балқаймақты дайындау үшін қандай тағамдар қажет бізге? Біз содан бастайық. Содан бастайық әңгімені, содан бастайық. Мен көріп тұрмын, сіз қаймақты алдыңыз. Но енді қаланың жағдайында біз енді сиыр сауып жатқан жоқпыз, жаңағы түйе сауып жатқан жоқпыз, сондықтан біз кәдімгі енді дүкендегі қаймақты аламыз ғой, иә? Жоқ, шикі қаймақты алғанымыз өте абзал болады. Қолдың қаймағы ғой, шикі қаймақ. Қаймақты салып, қазанға, баяу отта тұрған қазанға салып араластыра бастайық. Шұңғылдау ыдысқа осындай етіп құйғанымыз жөн, сосын құйғаннан бастап тоқтамай араластыра бергеніміз жақсы. Бұның бетіне май шыға бастаған кезде бар. Ана құмшекерімізді кішкене себелейміз. Содан кейін барып балымызды салып араластыра бастаймыз. Енді мен шымырлап қайнап атқан қаймақтың үстіне құмшекерді себелеп саламыз. Құмшекер қанша болу керек? Құмшекер бір стаканға бір шай қасық деп жатырмыз. Біздің мынау стаканнан сәл молдау болды ғой. Екеуін салдым. Қанты көп болмайды, иә? Иә, қанты көп болмайды. Ал енді балды бір стаканға екі қасық бал деп жатырмыз. Көз мөлшермен? Мен көз мөлшермен салып жүрмін олай. Енді анау бізде қаланың қыз-келіншектері анау 700 грамм деп үйреніп қалады ғой. Оны мынанда түсіріп беру ғой. Кішкене ғана бал салдық, қант салдық. Бал мынау ненің молына қарай көз мөлшермен салып жатырмыз енді өлшеп. Оны енді қатты араластырып, тоқтамай араластыра беруіміз керек. Енді біз онда қалай қосамыз? Мөлшерін сіз айттыңыз жаңа сәл қоюлау болсын десек, онда сәл көптеу қосуға болады ма? Оны лаж болса онды көп қоспайсың. Онды көп қоспайсың. Өзі мынау жаңағы бір стакан қаймаққа 2 қасық бал, шай қасықпенен, ас қасықпен 1 қасық құмшекер, осылай араластыра отырып, оннан шай қасықпен 1 қасық қана қосасыз. Піспегенін қайдан біреміз? Дайын болған, болмаған? Оны етке қамырды салып аламыз ғой? Иә. Соның піскен уақыттай қайнатамыз. Қазақтың тағамдарының бәрі ол сағатпен өлшенген емес қой. Иә да? Сағатпен, граммен дейсіз. Айнала қамыр салып атқанда сағатқа қарап қанша уақытта пісер екен демейміз ғой. Сол пістігімізді аламыз. Ана көжені істесек те сол. Бұл балқаймақты істегенде де жобасы пісті деген уақытта әдемі жарасып тұр. Айналайын, араластырайын. Апа, сізде қатырасыз. Сізге келін болып кетіп жүрмейді ме? Құдаға тәуба 2 бойдақ бар деп тұрмын ғой әлі. Ең кенжетайым Қытайда оқиды, докторантурада. Апаның жартыласы кетті. Сонымен біздің балқаймағымыз дайын? Дайын болды. Енді оны әкеліп ыдысқа құя бастайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Не біздің балқаймағымыз ол ыстық күйінде, бола ма ыстық күйінде жеуге? Ыстық күйінде жейсің, нанға бәрібір. Суығаннан кейін тіпті дәмді болады әсіресе. Әзірге ыстық, бірақ кәдімгідей түсі сары, сыртынан қарағанда бал сияқты. Сонымен біздің балқаймағымыз дайын. Енді бұны Нұрхан апамыз айтты, нанмен қосып жеу керек. Енді біз қазір нанға кәдімгідей жағып, батырып жейміз ауылдағыдай, иә? Енді сіздің осы студияға келіп үйреткеніңіз... Мүслим-ау, мен де сені көргенге қуаныштымын. Ана телевизордан көрушем, сен тамаша болды, расымен де. Оның үстіне қараш, орамал тартып қасында отырсың. Нағыз асқазан. Апа, келініңіз болып кетейін ба? Болсын бәлім. Болды. Қалмал дайындаңдар. Алла жар болсын. Қашқаймыз қашсын. Рахмет, апа. Дәмді болды өте.
Енді әдеттегідей мен сіздерге өзімнің бар білгенімді ақтармақшымын. Ол үшін бізде қазір белгілі қазір алатын нәрсемізді айтайын. Мен сіздерге қазір күз мезгілі, алда қыс келе жатыр. Біз осы күз басталғалы бері осындай капрон шұлықтарды киеміз және оны тез жыртамыз. Біздің сондай тырнақтарымыз бар, іліп кетеді, немесе кез келген жаңа ғимаратқа келген кезде біз орындықтарда бір шетін іліп кетсе, бітті, ол пайдаға аспайды. Оны қыз балалар жақсы біледі. Енді лақтырмау үшін біз бұдан өзімізге қажетті нәрсе жасау үшін үйге қажетті, тұрмысқа қажетті. Мен сіздерге мынандай пайдалы кеңес қараңыздар, үйреніңіздер. Ең бірінші мынандай кәдімгі капрон шұлығын аламыз да, біз мына жоғарғы жағын қиып тастаймыз. Біз бұны ортасынан қиямыз. Қараңыздар, дәл ортасынан қиямыз. Бұл бізде кәдімгідей бір жалпақ жаңағы мата сияқты шығу керек қой. Сіздер қиналмаңыздар, бұның жыртылып қалған, тесіліп қалған жерлері түктетпейді. Өйткені біз қазір бұны қиып, жіп жасауымыз керек. Міне былай қидық, кәдімгідей дәл ортасынан қидық, бізде мындай мата сияқты шықты. Бізде мындай ұзын жіп пайда болды. Енді осыны мына шетінен алып, кәдімгідей шатасып қалмас үшін кәдімгідей жіп қып орайық. Міне, осындай қып орап аласыздар, өздеріңізге ыңғайлы болу үшін шетінен алып тоқи бастаймыз. Әдетте мына крючок дейміз, ілмекпен тоқу. Бұл жерде кәдімгі бір ғана сыммен тоқылатын. Енді мен қазір мына капронға алып отырмын, міне 15 см немесе 7 мм. Сәл-сәл қалыңдау крючокты алып отырмын, көріп отырсыздар. Енді өздеріңізге қолдарыңызға қалай ыңғайлы, және мына капронды сіздер қалыңдау қылып қисаңыздар, онда бұдан да сәл-сәл қалыңдау бізге крючок керек болады. Енді крючокпен тоқудың әдісі барлықтарыңызға жақсы белгілі деп ойлаймын, әсіресе қыз келіншектерге. Міне дәл осылай шыр айналдыра беруге болады. Міне эфирде уақыт тығыз, сондықтан мен сіздерге міне қалай бастау керектігін көрсеттім. Дәл осы қарқынмен былай ол кәдімгі өрім шаш сияқты болып жалғасып кете беру керек. Және әрі қарай ол өз еріктеріңізде. Егер алашаны үлкен қылам десеңіздер, онда капронды жалғап қоса беріңіздер. Бұл жерде ешқандай ереже жоқ. Ең бастысы міне мынау кәдімгі өрім, айтып отырмын ғой жаңағы. Ішек қарынды тазалаған кезде өресіздер, сол өрімді бүйтіп қойыңыздар, тур сондай сияқты болады бұл да. Енді мына артқы жағы дәл мынандай. Міне артқы жағында бұл ешқандай кедергі жасамайды, жаңағы байланған жерлері ғой. Бұлар артында осылай қала береді. Енді мен сіздерге үйден өзімнің тоқып бастаған алашамды көрсетейін. Негізгі жобасы осындай, ал ол былай жалғасады. Міне осылай сіздер аяулы қыз келіншектер үйреніңіздер, үнемдеуді үйреніңіздер. Капронды тек сатып алып, оны капрон жыртылғаннан кейін лақтырып тастамай, міне мынандай өздеріңіздің аяқтарыңыздың астында жып-жылы болып жататын алашаны тоқыңыздар. Ең бастысы біз ешкімді қайта тәрбиелемейміз. Өздеріңіз жақсы білесіздер, ешкімге ақылды айтпаймыз. Біз бар болғаны күйбең тірлікте еленбейтін ұсақ түйектерді есіңізге саламыз. Мен сіздермен қоштасам, эфирде қайта жүздескенше.